Қайырлы күн достар, бүгін өзіміздің ұлттық наурыз көжемізді дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, жазылып тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сүрленген ет қажет болады. Сонда көжеміз өте дәмді болып шығады. Еттің барлығын жуып, дайындап аламыз да, үлкен ыдысқа салып, суық судан құямыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін алып, оттың астын баяулатып қойып, 2,5-3 сағаттай ет піскенше қайнататын боламыз. Келесі енді қосатын дәнді дақылдарымызды бір-бір шайып, мен бидайдың орнына перловка арпаны, жарты кесе арпаны жуып, аздаған отта бұқтырып аламыз, қатты пісірмейміз. Екінші тарыны да бір жуып аламыз да, жарты кесе жетеді. Аздаған отта қойып, бір бұрқ еткізіп бұқтырып аламыз. Мінекей дайын болды. Арпамыз да дайын болды. Келесі қамырымызды елейміз. Оған бір жұмыртқа қосып, тұзды суға жақсылап кішкене қатты қылып елейтін боламыз. Мінекей елеп, енді салафанға орап қойып қоямыз 15-20 минутқа. Тыңғаннан кейін тағы бір басып қойып қоямыз. Содан кейін бір 20-30 минуттан кейін жаятын боламыз. Етіміз пісті. Енді етті түсіріп аламыз. Сорпасынан бөлек, мінекей жақсы, әдемі болып пісіп тұр. Осылай бір тазалап аламыз. Ішінде қалып қалған сүйектері болып қалса. Енді үстіне сорпасы аз болғандықтан қайнаған су қосамыз. Тұзына қарай, дәміне қарай тұзын салып, жаңағы арпа тарыларымызды салып, аздап қайната беретін боламыз. Келесі нанымызды жайып, қатты жұқа қылмаймыз, себебі жұқа болса езіліп кетеді, сондықтан қатты жұқа қылмай жайып, міне көріп тұрғандарыңыздай осылай ұсақ кеспе қылып кесетін боламыз. Міне қайнап тұрған сорпамызға салып, 1-2 минут қайнатамыз. Нан бетіне көтерілгенде астындағы отты өшіретін боламыз. Келесі піскен етімізді турап, ұсақтап тураймыз да, көжеге қосамыз. Достар, менің каналымнан басқа да видео рецепттерді көрсеңіздер болады. Алдыда тағы да жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей енді етімізді саламыз да, болды. Отты өшіріп, көжеміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, наурызымыз құтты болсын. Мінекей енді самый последний штрих деп айтамыз ғой. Айран, қатық немесе құртты езіп, осы көжемізге қалағанынша қосып, ішуге болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы осы көжеде 7 зат қосылу қажет. Білетіндеріңіздей. Сау болыңыздар.